Сен шақырды екен деп енді жүгіріп келе бермеймін. Айтатыныңды тез айт, кетуім керек. Асқар жайлы сыр бар. Жағдай былай болды. Мен оның ағасына тұрмысқа шықпай тұрып, екеуміз кездесіп жүргенбіз. Қалай сонда? Сол кезде мені Асқардың ағасы алып қашып кетті. Асқар менен бас тартып ағасына мені қосқан болатын. Менің оның ағасына тұрмысқа шыққым келмеді. Енді негізгі айтайын дегенім. Менің Асқардан аяғым ауыр, бірақ бұл баланы дүниеге әкелгім келмейді. Болды, жетер, енді маған хабарласпа. Маған енді бәрібір. Неліктен менің тағдырым осылай болып кетті? Қанша мықты боламын десем де қолымнан келмей жатыр. Анама хабарласайын. Алло, анашым. Асқардың бұрынғы әйелінің аяғы ауыр екен. Кімнен дейсіз бе? Менің күйеуімнен. Қызым, сол Асқарды тастап үйге қайтшы. Сол қыз құмар саған лайық емес. Қызым, алтыным барып алып кетемін сені бүгін. Қызым, соны ұмыта салшы. Үйге қайтшы. Керек емес ешқандай өш алып. Жоқ, анашым. Бастадым ба, аяғына дейін жеткіземін. Асқар балам, қатының қайда? Түн батқанша жүре береме сыртта. Қазір әкең базардан келеді. Не тамағы дайын емес. Ешқандай жауапкершілік жоқ Айданада. Әй келін, сен қараңғы батқанда қайда жүрсің? Атаңа тамақ жасау керек, үй жиналмаған, сиырларды қарау керек. Апа, ата сіздің күйеуіңіз. Өзіңіз жасап беріңіз тамағын. Мен келгенге дейін де тамақ істедіңіз ғой. Айдана, артық кетпе. Анаммен олай сөйлеспе. Мен ба артық кеткен? Мүмкін сен артық кеттің. Бұрынғы әйелің аяғы ауыр екен, Бұл қалай болғаны? Әй келін, не өтірік айтып тұрсың сен? Балама жала жауып тұрсың ба? Мен өтірік айтқан жоқпын. Мама, апа, бізді тәрбиесіз дейсіз. Бірінші балаңызға тәрбие беріп алыңыз. Кімнен баласы бар екенін білмейді. Айдана, шектен шықпа. Айқайлама маған. Бұл үйде ешкімде маған тиісуге хақ жоқ. Алло, анашым, қайырлы таң. Қалыңыз қалай? Мен ұйықтай алмай шықтым. Қызым, сағат таңғы 5 қой. Көп уайымдамай, үйге қайтшы қызым. Жоқ, анашым. Мен кетпеймін. Жоспарым әлі бітпеді. Мен бұл отбасының түбіне жетпей қоймаймын. Қызым, қандай отбасы екенін көрдің ғой? Өздерін өздері жеп жатыр. Барлығын тастап үйге қайтшы қызым. Анашым, сіз олар бізге не істегенін тез ұмытып кеттіңіз бе? Олар мені балалық шағымнан айырды. Мен оны артқа қайтара алмаймын. Қызым, сен Асқарды жақсы көріп қалған жоқсың ба? Жоқ, апа. Ол не дегеніңіз, маған оны жақсы көруге болмайды. Жақсы, анашым, мен сиыр сауға кеттім, сосын хабарласамын. Асқар балам, енді не істейтін болдыңдар? Жанелдің аяғы ауыр дегенің рас па? Иә, кешім, рас. Әй келін, сен неғып үндемей отырсың? Кеше шулатып едің, бүгін қабағынан қар жауып тұр ғой сірә. Апа, менің ойым сізге маңызды емес қой. Бірақ сұрағыңыз ғой, жауап берейін. Баланы туса, тусын. Баланың ешқандай кінәсі жоқ. Өтірік періште бола қалмашы. Сол баланы Асқарға тауып бере алмай отырсың ғой. Жанелмен қашан сөйлесесің? Иә, уақыт өтіп жатыр. Апа, олай айтпаңыз, бәрі уақытымен. Бүгін Жанелмен көзбе-көз сөйлесемін. Иә, дұрыс, барып сөйлес. Сен мұны шешпейсің, тыныш отыр. Бұл жерде шешпейтін мына сіз. Бұл Асқар екеумізге қатысты, араласпаңыз. Әй, бәйбіше, жағаласа берме. Өздері шешсін. Мен жұмысқа кеттім. Анау Жанел баланы алдырмайтын сияқты. Оны қайдан білесің? Менің бір туысым акушер болып жұмыс жасайды. Соған Жанел қаралуға барыпты. Айтуынша баланы алдырмайтын болып шешіпті. Ондай болса, бұрынғы келінімді қолыма кіргізіп алып, Айдананы қуып жіберу керек. Сол бұрынғы келін дұрыс, жуас, мынау тура жылынып тұр ғой.
Жұлынғанымен қоса беттен алады. Шешесі дұрыс тәрбие бермеген. Асқардың басын айналдырып тиіп алды ғой. Иә, кетпей жатса, күн бермей қой. Оған өзі ақ қашып кетеді. Келіп қалдыңдар ма? Төрлетіңдер. Біз аз уақытқа келдік сөйлесуге. Аслым қайда? Асылым ұйықтап қалды. Жанел, білесің, мен сені ұнатпаймын, бірақ бала кінәсіз, сен оны дүниеге әкелу керексің. Мен де сені жақсы көріп өліп бара жатқан жоқпын. Асқар, сен не айтасың? Мен дайынмын жауапкершілік алуға, келіп көмектесіп тұрамын. Мен баламды әкесіз өсіргім келмейді. Әкесіз өспейді ғой, Асқар келіп тұрады. Жақсы, онда. Мейлі. Жүр, кеттік. Айдана, әлсіздік танытушы болма. Жеңілуге болмайды. Асқарды жақсы көруші болма. Ол сенің жауың. Жалғасы келесі серияда. Комментарий бөліміне жалғасы деп жазыңыз.